Сәлем достар, бүгінгі видеода біз осындай өте дәмді және де өте жұмсақ болып шығатын жеңіл торт түрін жасайтын боламыз. Ингредиенттері барлығыңыздың үйіңізден табылады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 200 грамм қантымызды салып, онымен жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Миксерлегеннен кейін 100 грамм сары майымызды, жұмсақ сары майымызды салып миксерлейміз. Және де 1 чайный ложка сода мен уксусты газ етіп осы массаға қосамыз. 100 мл сүтті де қосып жақсылап араластырамыз. 300-350 грамм ұнымызды осы массаға қосамыз. Және пергамент қағазына осылай 3-4 қасықтан салып жақсылап жағып шығамыз. Оны 180 градуста 7-8 минут аралығында пісіріп аласыздар. Ал креміне 200 грамм сметанаға 50 грамм жұмсақ май және 3 столовый ложка сахарная пудраны қосып жақсылап миксерлейміз. Осымен крем дайын, және де тортты құрастырасыздар. Оны холодильникке пропиткаға 2-3 сағатқа жібересіздер. Өте дәмді және де өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің Instagram, YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.